Сәлеметсіздер ме? Алдыңғы дәрісте біз екінші реттік тізбектердің толық жауабын қарастырған болатынбыз. Бүгінгі дәрісте екінші реттік тізбектерге жаттығулар шығаратын боламыз. Ол бізге өткен тақырып туралы білімімізді нығайтып, қалай қолдануға болатыны жайлы тереңірек түсінік беретін болады. Бұл жаттығуда бізге I0 плюс, V0 плюс, DI0 плюс, D бөлінген dt, dv0 плюс бөлінген dt бастапқы шарттарын және I шексіздік, V шексіздіктің соңғы мәндерін анықтауымыз қажет. Бұл жерде бізде 12 вольт кернеу көзі берілген, және ол T 0-ге тең болмаған жағдайда мына тармақпен жалғанып тұр. Егер T 0-ге тең болған кезде ажыратып қосқыш ашылады да байланыс үзіледі. Тізбекті T 0-ден кіші немесе тең болған жағдайдағы эквивалент тізбекті салудан бастаймыз. Яғни мұнда плюс-минус 12 вольт кернеуіміз бар. 6 ом резистор бар. Мына жерде индуктор қысқа тұйықталады, сондықтан салмаймыз. Мұнда 4 ом резистор. Және мұнда конденсатор ашық тізбек ретінде болады. Плюс-минусова деп жазамыз. Мұнда біздің I тоғымыз және мына жерде I тоғымыз 0-ге тең болады. Мына 4 омның бойында кернеу жоқ. Мұнда сілтеме түйініміз болады және мұнда V түйініміз болады. Енді V0 бастапқы шартымыз бізде тең болады 12 вольтқа. Ал I0 бастапқы шартымыз 12 вольт бөлінген 6 ом. Тең болады 2 амперге. Бастапқы шарт I0 плюс және V0 плюстардың мәндерін таптық. Неліктен плюс деп сұрауыңыз мүмкін? Өйткені бұл интеграл негізіндегі айнымалылар, басқаша айтқанда индуктордағы ток бір сәтте өзгере алмайды. Және конденсатордағы кернеу де бір мезетте өзгере алмайды. Сондықтан плюс 0 мен минус 0 бір-біріне тең болады. Екінші қадамда біз I және V туындысын T тең 0 плюс болғанда, яғни ажыратып қосқыш ашық болғандағы кезін табамыз. T тең 0 плюс тізбегімізді саламыз. 6 ом. Мұнда 2 генри индукторымыз бар. Төрт ом. Плюс-минус V. Мұнда I тоғымыз бар. Енді жазамыз ары қарай. 6 көбейтілген I қосылған 2 көбейтілген DI бөлінген dt минус V плюс 4I тең болады 0-ге. 6 көбейтілген I0 плюс қосылған 2 көбейтілген DI0 плюс бөлінген dt минус V0 плюс 4 көбейтілген I0 плюс тең болады 0-ге. 10 көбейтілген 2 қосылған 2 көбейтілген DI0 плюс бөлінген dt минус 12 тең болады 0-ге. Яғни бұл жерден DI0 плюс бөлінген dt-ні анықтайтын болсақ, тең болады минус 4 ампер бөлінген секундқа. Енді бізге dv0 плюс бөлінген dt-ні табу керек. Біз мұна тоқты IC конденсатор тоғы деп белгілейміз.
ц тең болады минус и тең с көбейтілген dv бөлінген dt. ц тең болады минус 2 тең 0,4 көбейтілген dv0 плюс бөлінген dt. Яғни dv0 плюс бөлінген dt бізде тең болады минус 5 вольт бөлінген секундқа. Т тең 0 болғандағы туындыларын таптық. Сонымен Т шексіздікке ұмтылған кезде не болады? Ол кезде тізбектің энергиямен қамтамасыз ететін қорек көзі жоқ болады. Мұнда тек қана энергия жинақтайтын енжар элементтер болады. Соңында бұл тізбек ток пен кернеудің көмегімен тербеліс жасайды. Яғни И шексіздік тең болады 0 ампер, В шексіздік тең болады 0 вольт. Келесі жаттығуда екінші реттік тізбектің табиғи жауабы мына дифференциалдық теңдеумен берілген. Бастапқы шарттар V0-іміз 20 вольтқа тең, және dV0 бөлінген dt 0-ге тең. Бізге Т 0-ден үлкен болған кездегі VT-ны анықтауымыз керек. Бірінші сипаттамалық теңдеуді жазудан бастаймыз. S квадрат қосылған 2S қосылған 1 тең болады 0-ге. Бұл жерден түбірлерін анықтайтын болсақ, S1 де 2 тең болады минус 2 плюс минус түбір асты 4 азайтылған 4 бөлінген 2-ге. Яғни минус 1-ге тең болады. Бұл бізде өте маңызды жауап болады. Енді табиғи жауапты жазамыз. Vn Т тең болады А қосылған Бт көбейтілген Е-нің минус Т дәрежесі. А мен Б-ны табу керек. Ол үшін біз бастапқы шартты қолданамыз. Яғни Vn0 тең болады А-ға. Ол 20 вольтқа тең. Енді Б-ны dV0 бөлінген dt-ны қолданып табамыз. Яғни dVn бөлінген dt тең болады минус А қосылған Bt көбейтілген Е-нің минус Т дәрежесі қосылған Б көбейтілген Е-нің минус Т дәрежесіне. dVn0 бөлінген dt тең болады минус А қосылған Б тең 0-ге. Яғни Б тең болады 20 вольтқа. Енді біздің В-тімізді табамыз, яғни ол тең болады 20 қосылған 20-ті көбейтілген Е-нің минус Т дәрежесіне. Бұл біздің есебіміздің жауабы болады. Келесі жаттығуда бізге табиғи жауап критикалық сөнетін болатындай әр кедергісінің мәнін анықтауымыз қажет. Бұл жерде бізде 60 Ом мен R параллель жалғанып тұр. Яғни R эквивалентті табуымыз керек. R эквивалент бізде тең болады 60 Ом параллель R-ға тең болады 1 бөлінген 60 қосылған 1 бөлінген R. Тең болады 60 R бөлінген 60 қосылған R-ға. Енді тізбегімізді саламыз. Мұнда бізде R эквивалент. Индукторымыз бар. Мұнда 4 Генри.
мұнда 0,1 фарад сыйымдылығымыз және И тоғымыз бар. Яғни біз мына циклға Кирхофтың кернеу заңын жаза аламыз. Мына сыйымдылықтың бойына плюс-минус В деп жазамыз. Ары қарай жазамыз. R эквивалент көбейтілген I қосылған V қосылған 4 көбейтілген DI бөлінген DT тең болады 0-ге. И бізде тең болады 0,1 көбейтілген DV бөлінген DT-ға. Енді осы И-дің мәнін мына теңдеуге қойып жазатын болсақ, бізде шығады 0,1 көбейтілген R эквивалент көбейтілген DV бөлінген DT қосылған V қосылған 0,104 көбейтілген D квадрат V бөлінген DT тең болады 0-ге. Бұл өрнекті біз 25-ке көбейтіп жазамыз. D квадрат V бөлінген DT квадрат қосылған R эквивалент бөлінген 4 көбейтілген DV бөлінген DT қосылған 25 тең болады 0-ге. Енді сипаттамалық теңдеуді жазамыз. S квадрат қосылған R эквивалент бөлінген 4 көбейтілген S қосылған 25 тең болады 0. Түбірлерін анықтаймыз. S 1/2 тең болады минус 0,125 көбейтілген R эквивалент плюс-минус түбір асты R эквивалент бөлінген 4-тің квадраты минус 100. Бізге өте маңызды жауап кезінде теңдеуіміздің мына бөлігі 0-ге тең болғаны қажет. Яғни ары қарай есептейтін болсақ, R эквивалент бөлінген 4-тің квадраты тең болады 100-ге. R эквивалент тең болады 40 Ом. Теңестіреміз. Мына эквиваленттің мәнін аламыз. 60 R бөлінген 60 қосылған R. Есептейміз. 2400 қосылған 40 R тең болады 60 R-ға. Бұл жерден бізде R-дің мәні тең болады 120 Омға. Келесі жаттығуда идеал операциялық күшейткіш тізбегі үшін IT дифференциалдық теңдеуін анықтауымыз қажет. Бізде инверсиялаушы емес кіріс сілтеме түйінге жалғанып тұр. Яғни мұнда 0 вольт болады. Және мұнда да 0 вольт болады. Мына жердегі тоғымыз минус жаққа келеді. Мұнда И тең 0 болады. Және ол мына жақпен былай қарай өтеді. Мұнда V шығысымыз болады. V шығыс тең болады L көбейтілген DI бөлінген DT. VS бөлінген R тең болады C көбейтілген D0 минус V0 бөлінген DT. VS бөлінген R тең болады минус C көбейтілген DV0 бөлінген DT-ға. Енді мына теңдеуді мынаған қоямыз. Минус C көбейтілген L көбейтілген D квадрат I бөлінген DT квадрат тең болады VS бөлінген R. D квадрат I бөлінген DT квадрат тең болады минус VS бөлінген R LC-ға.
Яғни біз и теңдеуі осы дифференциалдық теңдеу арқылы анықталады. Т 0-ден үлкен болған үшін ВТ-ны анықтау керек. Мына жерде кернеу 20 вольт емес. Яғни ол бізде Т 0-ден кіші болған кезде 20 болады. Яғни мұнда 20 болады да 0-ге дейін азаяды да 0-ге тең болады. Т 0-ден кіші және тең болғандағы эквивалентті сызатын болсақ, плюс-минус 20 вольт 5 ом резистор. Мұнда ашық тізбегіміз бар. Плюс, минус ба. Мына жерде индуктор қысқа тұйықталады, яғни оны сызбаймыз. Және мұнда и тоғымыз бізде 0-ге тең болады. Енді бастапқы шарттарды табатын болсақ, В0 тең болады 20 вольтқа, ал И0-іміз тең болады 0 амперге. Яғни бастапқы шарттарды таптық. Енді Т 0-ден үлкен болғандағы эквивалент тізбегімізді саламыз. Мына жерде кернеуіміз болмайды, қысқа тұйықталу болады. Және 5 ом резисторымыз да болмайды, тоқ болмағандықтан, сондықтан резисторды алып тастаймыз. Мұнда сыйымдылығымыз болады, 1 бөлінген 16 фарад. Плюс-минус В. Бір Генри индукторымыз бар. Және мұнда И9 жүреді. Тізбек үшін дифференциал теңдеуді табамыз. Ол үшін Кирхофтың кернеу заңын қолданамыз. В қосылған 1 бөлінген 4 көбейтілген ДИ бөлінген ДТ тең болады 0-ге. И тең болады 1 бөлінген 16 көбейтілген ДВ бөлінген ДТ. Иді мұнда қойып жазамыз. В қосылған 1 бөлінген 64 көбейтілген д квадрат В бөлінген ДТ квадрат тең 0-ге. Сипаттамалық теңдеу S квадрат қосылған 64 тең 0. Яғни S1 2-ні табатын болсақ, тең болады плюс-минус G 8-ге. Басқа сөзбен айтқанда, бұл екі түбір, олар күрделі конъюгаттар. Сондықтан түбірлерде нақты бөлік болмайды. Өйткені теріс нақты бөлік экспоненциалды ыдырауды білдіреді, ал оң бөлік экспоненциалды өсуді білдіреді. Сондықтан ешқандай азаю немесе өсу болмайды. Бірақ тербелістер осы нақты теңдеуді қандай болатынын анықтайық. Жеткіліксіз жауап жағдай үшін теңдеудің өзгертілген нұсқасын қолданамыз. ВН Т тең болады А1 көбейтілген косинус 8Т қосылған А2 көбейтілген синус 8Т көбейтілген Е-нің минус альфа Т дәрежесі. Яғни Т 0-ге тең болғанда, мынау бізде 1-ге тең болады. А1 және А2-ні табу үшін бастапқы шартты қолданамыз. Яғни ВН0 тең болады А1, яғни 20-ға тең болады. ВН бірінші реттік туындысын табамыз. ДВН бөлінген ДТ тең болады минус 8 А1 көбейтілген синус 8-ті қосылған 8 көбейтілген А2 көбейтілген косинус 8-ті.
dvn0 бөлінген dt тең болады 8a2-ге. И бізде тең болады 1 бөлінген 16 көбейтілген dv бөлінген dt. Яғни dv0 бөлінген dt тең болады 0-ге. Бұл дегеніміз мына теңдеуіміз 0-ге тең болады. Яғни бұл жерде a2-мізді табатын болсақ, бұл да 0-ге тең болады. Енді соңғы жауабымызды жазамыз. vn-ті тең болады 20 көбейтілген косинус 8-тіға. Бұл біздің есебіміздің соңғы шешімі. Осымен екінші реттік тізбектерге арналған жаттығуларды шешуді аяқтадық.